Кеш жарық қыздар, бүгін мен сіздерге кеше уәде бергендей лицевая гладь, платочная вязка және изнанка, яғни изнаночная сторона. Осыларды тоқып көрсетем деген едім. Қазір мен енді сіздерге толықтай түсіріп тоқып көрсетемін. Лицевая гладь деген міне осы. Оң жақ бетте осылай тұрады. Енді изнаночная сторона, изнанка дедім де. Мінекей изнанка деген осы мына жерден бастап былай қарай изнанка. Яғни лицевая гладь ол қалай тоқылады? Оң бетте оң тоқылады, сол бетте сол тоқылады. Яғни лицевая сторона лицевые петли, изнаночная сторона изнаночные петли тоқылады. Енді мына платочка. Платочка ол оң бетте де, теріс бетте де оң тоқылай береді. Тек оң тоқисыз. Сол кезде, мінекей, платочка шығады, яғни бір теріс, ортасында мінекей бір оң бар, мінекей бір оң, бір теріс, бір оң болып шығады. Егер де круговой тоқитын болсақ, онда круговойда бірінші қатарды оң тоқысақ, екінші қатарды теріс тоқимыз. Бірінші қатар оң тоқсақ, екінші қатар теріс тоқимыз. Өйткені оң теріс шығу керек. Лицевая гладь ол оң жақта тек оң, сол жақта тек сол тоқылады. Қазір мен сіздерге тоқып көрсетемін. Жіпті қалай набирать етеміз, яғни петля қалай набирать етеміз көрсетейін. Мінекей мына жіптің басы. Біраз бет өткізіп аламыз. Сосын мінекей бас бармақпен саусаққа бүйтіп қысып аламыз. Қысып алдық. Мен спицімді алмақпын ғой. Осылай дайындап алғаннан кейін, қысқа жағы мына жақта тұрады. Бас бармақпен саусақтың ортасында тұрған жіпті, мінекей, үстіңгі жағынан аламыз да бері қарай тартамыз. Және бүйтіп тартқан кезде мінекей бас бармақта дөңгелек пайда болады. Осының ортасынан мінекей спицаны шығарамыз да, мынау сұқ саусаққа ілініп тұрған жіпті тартып аламыз бері қарай. Сол мына кіргізген домалақтың ортасынан сонда іліп шығарамыз. Мінекей. Сөйтіп бүйтіп тартасыз. Сол тартқан кезінде мінекей петля пайда болды. Бізде екі петля пайда болды. Әрі қарай тура солай. Мінекей мына қысқа жақ, жіптің қысқа жағы, мінекей бас жағының сол жақ, сол сұқ саусақта тұрады. Ұзын жағын мінекей бас бармаққа қоясыз да. Мінекей былай спицаны тартқан кезінде өзі мінекей орта шығады. Осы ортаға кіргізіп, сұқ саусақтағы жіпті іліп алып, бері қарай шығарамыз. Ортасына кіргіземіз, сұқ саусақтағын тартып алып, шығарамыз. Кіргіземіз, шығарамыз. Тағы да қалай набирать ететінін көрсетейін. Мына жақтан біршама жіп қалдырасыз. Екі саусаққа өстіп іліп аласыз. Іліп алдыңыз ғой. Іліп алғаннан кейін бас бармақпен сұқ саусақта ілініп тұрған жіпті үстіңгі жағынан аласыз, бері қарай тартасыз. Тартқан кезінде мінекей бас бармақ өзі домаланады, бас бармақ өзі оралады жіпке. Осы оралған жіпке мінекей мына ортасынан спицінің өзін кіргізесіз да, мына сұқ саусақта тұрған жіпті іліп аласыз. Іліп алдыңызда жаңағы бас бармақтың ортасынан кіргізген жерден қайтадан шығарасыз. Тартқан кезінде өзі екі петля шығады. Тарттыңыз, екі петля. Жіпте бізде екі петля пайда болды. Әрі қарай тура солай мінекей мынау қысқа жағы сұқ саусағыңызда өзі тұра береді. Мінекей бүйтіп. Мына саусақпен бүйтіп қысасыз. Ар жағындағы екі бас бармаққа бүйтесіз да, ар жағындағы екі саусақпен бүйтіп. Тартқан кезінде өзі тұра қалады. Және бері қарай мінекей спицы тартасыз да. Сол ортасынан кіргізіп, спицаны сұқ саусақтағы жіпті іліп алып, сол ортасынан шығарасыз. Осылай набирать ете бересіз, петля тере бересіздер.
мінекей бұл набор петли. Қалай набирать ететінімізді көрсеттім. Тағы бір жаймен түсірейін. Бері қарай тартасыз да, ортасынан кіргізесіз, дөңгеленіп тұрған жерден сұқ саусақтағы жіпті іліп алып, бері қарай жаңағы жерден қайтадан шығарасыз. Сөйтіп тартасыз. Қолыңызбен былай істеп отырсаңыз, мінекей екі жақ түзу болады. Сондықтан мына сұқ саусағыңыз оң жақта, всегда мына жерде тұру керек, сол кезде түзу тұрады. Міне былай істейсіз да, мына екеуін екі қолға іліп аласыз да, сөйтіп бері қарай спиц тартқан кезінде ана жер дөңгеленеді. Осы домалақ мінекей бас бармақтың ортасынан спицаны шығарасыз да, сұқ саусақта ілініп тұрған жіпті іліп алып, жаңағының ортасынан қайттан шығарасыз. Сөйтіп мына жерді бүйтіп қолмен басасыз да, мына екеуін жіпті жай тартасыз. Екі жіп тартқан кезде түзуленеді, мінекей. Асты түп-түзу. Осылайша набор жүреді, мінекей. Керекті петля санын өзіңіз набирать етіп аласыз.